Sizin demалысыңыз қалай өтті? Демалысым күшті өтті. Өзіме қарап, Сіз қалай ойлайсыз? Бұрынғы өзіңіздің таныстықта болған жігіттермен әлі де дос болып араласа аласыз ба? Таныстық? Иә, таныстықта, жұптықта деп айтып жатамыз ғой енді. Сондай Жұптықтан кейін дос болып қалу деген сияқты. Таныстықтан кейін махаббат қатты бір ұласпаған болса, ойлаймын дос болып қалуға болады. 10 балдан 10 болып тұр ғой. Бүгін ерте тұрдыңыз ба, әлде бұрында ерте тұрасыз ба? Бірінші ерте тұрдым, режимға үйренбегенмін, еще балалар оятып тұр ғой. Башечка өткен Біздің ортаға үйренісіп жатсыз ба? Иә, жақсы. Любой ортасы сіңісіп кетемін ба? Мысалы мен жұмыс істеймін ғой енді, біреулермен видеоға түсемін деген сияқты. Сол үшін главное екеуіне де сезім болмаса болады деп ойлаймын. Или біреу алдауы мүмкін ба? Алдауы мүмкін шығар. Мысалы мен всегда андай жапқан нәрсе жабылып қалады да, андай қиялдап, армандап, осымен бір күн қайта қосыламын ау деген сияқты болмайды. Андай чисто, короче, от души жіберемін. Жібердіңіз ба енді? Иә, бәрін де тастағанмын. Жалпы ол отношенияға байланысты ғой, қарым-қатынасқа. Егер де екеуің қырылып быт-шыт болып кететін болсаңдар, одан шығарыласпайды деп ойлаймын. Бірақ егер де жақсы обоюдно болса, керемет. Тіпті жұп болып жүрген қызыңыз болса да кейін араласа Айланысып аласыз. тұрамын. Өйткені Ақтөбедегі таныстарым бар, жобадағы шығаршы. Осындай күшті адам дейді. Қимай, жоқ айтайыншы. Өте керемет өтті. Иә, өткеніңізбен бәрі жақсы сияқты. Жақсы, кездесу болып жатыр. Иә, видеоларыңыз күшті өтті. Иә, видео салдық. Көп істемесін деп қояды енді. Әумин. Иә, сіз бұрынғы жүрген қыздарыңызбен дос болып қала аласыз ба? Дос болып қала аламын, иә. Мысалы біздің арамызда қыз жігіттер бір-бірінің туған күніне барып солай жасайды да. Сол қаншалықты дұрыс? Мына іштегі таныстық болатын болса, дос болып айырылысқан болатын болсам, барған дұрыс. Бірақ сырттағы бұрынғы ара қатынаста болған қыздардың туған күніне барған дұрыс емес шығар деп ойлаймын.